Еркетін қауымға ақын Нүсіпбек Исахметовтің есімі жақсы белгілі. Осыдан 40 жыл бұрын алғашқы жыр жинағы шыққан ақынның бүгінге дейін 15-ке жуық кітабы жарық көріпті. Әрине оқырман жырдың санына емес, сапасына қарай өз бағасын береді. Нүсіпбек жыр әлемінде өзіндік ізі, үлкен азаматтық үні бар белгілі ақынның бірі. Сондықтан да оның жырлары оқырман жүрегінің төрінен орын алып, лайықты бағасын алып жүр. Кенеке, бүгін қазаққа белгілі ақын Нүсіпбек ағамыздың 60 жылдығын тойлаудамыз. Осы тойдың ойдағыдай өтуіне өзіңіз де мұрындық болдыңыз. Нүсіпбек ағаның соңынан ілесіп жүрген бауырсыз, інісіз, бір игі азаматтың бірісіз. Нәкең жайында жалпы ақын ретінде, азамат ретінде сіз не деген болар едіңіз? Нүсіпбектің 60 жасқа толған тойын, мерей тойын өткізіп отырмыз. Оған ел жұртын айындаймын, аудан болып, облыс болып, бұл тойды өткізіп жатырмыз. Өйткені осындай сый құрмет Нүсіпбекке жасалып жатқан ол жай емес. Өйткені халық о кісінің творчествосын, жырларын оқып үлгерген ба деп ойлаймын. Осынша сый сияпат құрметтің өзінде. Ал енді Нүсіпбекмен біз қызмет бабында бір ауылда, бір ауданда бірге жүріп, қоян қолды жұмыс істеп жатырмыз. О кісінің қырын да, өзіңіз сұрап отырған сырын да, жырын да бәрін білеміз. Ал енді Нүсіпбектің мен бөліп айтатын мынандай жақтарын айтар едім. Осы жақында ғана мерейтойға байланысты өзінің туған ауылы Ұйғыр ауданында, содан кейін Кепібұлақта сол кісінің тойын өткізіп келдік. Сонда барғанда бүткіл ұйғыр халқы, Қазақстандағы ұйғыр халқының көбі негізінде осы Ұйғыр ауданына орналасқан ғой. Ұйғыр халқы бұл Нүсіпбек ақынды бұл тек қана қазақ емес, бұл өзіміздің төл ақынымыз деп алақанына көтеріп қошемет жасады. Өйткені мен білетін оқып жүрген жырларында Нүсіпбек ылғи қашанда өзі сол ауылда туып өскеннен кейін ба, әлде ұйғыр халқының тұрмысын, өмірін жете білгендіктен ба, көп жырларының арқауы ұйғыр халқына арналған. Сол арада, сол тойға барғанда мысалы Нүсіпбектің жырларында кезген Кетмен ұйғырлар деген жыры бар. Осы кеше ғана Жетісу газетінде басылды. Сондағы айтылған, ататылған өздерінің геройларыменен Нүсіпбек сол ауылында бірге бас қосып, дастарханда бірге отырды. Сонда әлгі жігіттер бауырындай Нүсіпбекті қошемет қылып айтыр. Бұл екі ұлтқа бірдей төл жазушы болып құрметке иеленгенін айтар едім өзіңіз сұрағыңызға. Екінші жағын айтатын болсақ, мысалы біз айтып жатырмыз Нүсіпбектің 15-ке жуық кітабы шыққан, жарық көрген деп. Әрине ол кітаптары кезінде жазылған, бала кезінде жазылған өлеңдері советтік дәуірде ретіне қарай, мүмкіндігіне қарай жарық көрген кітаптар. Ал Нүсіпбектің шығармашылығы, о кісінің ойы, философия ойлары әлі жарық көрген жоқ деп ойлаймын мен. Жарық көрмегенде жазбады деп емес, жазулы қойын дәптерінде дайын, бірақ кітап болып әлі шыққан жоқ. Мен ойлаймын, мүмкін ұлы таулар алыстаған сайын көрінеді дейді ғой. Нүсіпбектің биыл 60 жылы. Болашақ ұрпақтары осы жырларды оқып, Нүсіпбекке мүмкін Абай бабамызға той жасап жатырмыз ғой. Ойына, философиясына бүткіл дүниені аңтан қалдырып. Осындай Нүсіпбектің де терең ойларының заманы келеді деп ойлаймын. Бауыр ретінде оған мен сенемін. Ал енді адамгершілік жағына келетін болсақ, немесе бағана айтып отыр ауыл ақыны деп. Негізінде Нүсіпбектің өзінің басқа ақындардың бәріне тән емес, мына ауыз әдебиетіне жақын бір кішкене ғана юмормен, сықақпенен шалып өтетін жерлер көп. Ал егер сондай ол қарапайым ауыл адамына да, еңбек адамына да, партия совет қызметкерлеріне де бәрін айтыла жазылатын сөздер. Өсіңді бір кітаптар шығып ғой, деген екен деп. Егер сол Нүсіпбектің жағындай қалжың, назды сөздерін жинап кітап шығарса, бір үлкен Нүсіпбек деген екен деген кітап шығатындай жағдайы бар. Ал енді тағы бір жағына тоқталайын деп отырмын. Нүсіпбек өте терең ақын. Жай өлең шығарғыш ақын емес, тарихты жақсы білетін, өзінің мамандығы тарихшы ол кісінің. Өзі әдебиетші, сол үшін қазақтың тарихын, елдің тарихын
терең білгендіктен мына саяси өмірге өз көзқарасымен қатынасып отырады. Нүсіпбек Исахметовті Іле ауданының жұртшылығы ақын ретінде ғана емес, ауылдың ертеңін болашағын ойлайтын үлкен азамат ретінде жақсы біледі. Нәкең аудандық мәдениет бөлімінің меңгерушісі ретінде аудан мәдениетін дамытуға лайықты үлесін қосып жүрген азамат. Торқалы той иесін Қазақстан мәдениет министрі Талғат Мамашев құттықтап, Торқалы той иесінің атына жүрек жарды сөздер айтты. Ақынға үлкен құрмет көрсетіліп, Іле ауданының халқы астына ат мінгізіп, үстіне шапан жапты. Бүгінгі тойға Нүсіпбектің бажасы белгілі актер, режиссер Асанәлі Әшім келіпті. Нүсіпбектің құрдасы белгілі ақын Тұманбай Молдағалиевтің бүгінгі айтқан ақ тілегі ерекше еді. Ақ жүректен айтылған ақ тілекке не жетсін. Бүгін айтылған ақ тілек шексіз еді. Қазақстан телевизиясы және радиосы корпорациясының президенті Әшірбек Көпішев Нүсіпбектің үлкен азаматтылығы мен ақындығын тілге тиек етті. Ел құрметіне, халық құрметіне бөленгенге не жетсін. Бәке, бүгін 60 жылдығын тойлап отырған ақын Нүсіпбектің шығармашылық жолы несімен ерекшеленеді? Нүсіпбек Исахметов бұл қазақ әдебиетіне сонау 70 жылдардың соңы 60 жылдары келген қуатты бір буынның бір белді өкілі. Бұл кісінің поэзиясының енді ерекшелігін дөп басып айту мысалы бұл кісінің негізінен қаламның қуаты да қайраты осы ауылдың арасында тұрғанда болу керек. Бұл кісі сол кезде келген ұрпақтың ішіндегі айрықша атап айтатын жағдайы өзінің оқырмандарының арасында жырының бәрі мына елінің өзінің еңбек етіп жүрген еңбекшілерінің тақырыбы негізгі тақырыбы ел, жер, елге сүйіспеншілік, жерге сүйіспеншілік. Соңғы мына өзі туған жері Еур ауданы болғандықтан Еур халқына былай қоян қолтық отырған халықтың арасынан өткен кісі ғой бұл кісі.
сол тұрғын ұйғыр секілді көп бұл кісіде. Жалпы туысқан халыққа деген сүйіспеншілігін жырлайтын, халықтар достығын жырлайтын жағдайлары көп. Жалпы Нүсекеңнің жырлары халқына сол меніңше шын жүректігімен, шынайылығыменен, сонымен өзі елдің арасынан жүрегін жарып шыққандығымен жақын ғой деймін. Мен әрі тек қана әдебиет майданында емес, бұл мәдениет майданында көп еңбек етіп жүрген. Өмір жолын ұстаздықпен бастады, мектеп директоры болды, мұғалім болды. Одан кейін көп жылдар бойы мәдениет қызметкері, ауылдағы елдің мәдени деңгейін көтеруге көп еңбек сіңіріп жүрген кісі. Сонда өзінің өмірдегі іс-әрекетіменен мына поэзиясы, қаламы бәрі үндес қатар келіп жатыр да, халықтың рухын көтеруге, халықтың мәдени деңгейін көтеруге көп еңбек сіңіріп жүрген кісі. Бұл халыққа осы жарқын поэзиясы мастық қой деп ойлаймын, осылай қала береді. Илья Таңы газетінің редакторының орынбасары Роза Айдарбековамен сөйлесіп тұрмын. Роза, осы Нәкеңнің шығармашылық еңбектерінің құндылығы неде? Бұл кісі Нүсіпбек ағамыздың жағы айтып өту керек, бұл кісі халық ақыны, халық ортасында отырған ақын. Сондықтан да ол кісінің шығармаларының көбі жаңағы ауыл еңбеккерлеріне арналған. Бұл кісі ауыл тақырыбын көп жырлайды. Ауыл тақырыбын, соңын жаңағы ауыл еңбеккерлерінің мұң-мұқтажын, жаңағы жақсылықтарын, қуаныштарын көп айтады. Сосын бұл кісі өте ойшыл философ ақын. Бұл кісінің шығармаларын оқысаңыз, жаңағы көп философиялық тұжырымдарды жаңағы ұғынасыз. Сосын атап өту керек, бұл кісі тек қана ақын емес, жаңағы біздің ауданның мәдениетін көтеруге, жаңағы қазақ тілін дамытуға көп атсалысқан кісі. Бұл кісінің тіл туралы жазған шығармалары көп, тілді дамыту туралы. Мына аудандағы қазақ мектебін ашу уақытында ең бірінші сол қазақ мектебін ашайық деп зыр жүгірген, сол мектептің іргетасын қалаған, сол мектептің оқушыларына арнап талай жыр жазған осы жаңағы Нүсіпбек Исахметов ағамыз. Бұл кісі балалар тақырыбына да көп шығармалар жазады. Біз Нүсекең екеуміз 1960 жылы «Жырға сапар» деген кітапқа бірге шыққанбыз. Ал енді мен қазір Құрманғазы оркестрінің ұжымында істеп жүрмін. Сондықтан енді сол ұжым болып, біраз атақты адамдар болып, осы Нүсекеңнің тойына келіп қалдық. Енді тілегімізден ниетіміз бәрін айтып жатырмыз. Енді мынау соның ішіндегі мынау бет ұстар керемет күйші Қали Жантілеуовтың кәдімгі шәкірті, соның домбырасын алған адам тұяқ шәмеліп жалғастырсын. Біз көп айтпай-ақ қояйық. Рахмет аға. Біздің Нүсіпбек ағамыз осы мәдениет саласында істеп жүрген кезінде, қазір де істеп жүр. Құрманғазы оркестрін талай қабылдаған, талай концерттер бергенбіз. Ағамыздың өнеріне біз құштармыз. Енді 70 жылдық, 80 жылдық тойларында кездесе берейік. Рахмет. Өсер ел өзінің мәдениетін, мынау ақынын көтерер. Өспес ел осы мәдениетін жоғалтар деген. Мынау бүгінгі болып жатқан тойға, яғни еліміздің болашақ өсетінін көңілімізге бір жақсы қуаныш алып, риза болып, тойды жасап жатқан басшыларға риза болып, тойға деген сондай бір қуанышпен, ынтамен, ұйымшылдық көрсетіп жатып, бір-біріне жақсы адамшылдық қызмет жасап жатқан кісілерге риза болып, сондай бір жақсы қуанышты, жақсы сезімде тұрмыз. Ал енді мына ағамыздың тойы құтты болсын, ұзақ ғұмыр тілеймін. Қазағымның осындай мықты ағалары ұзақ жасай берсе екен, бізге нәрін төге берсе екен. Ал өзім басқа ұлттың ішінде өскеннен кейін қазақтың ақындарын жақсы біле алмаймын. Өйткені кішкентайымнан сол моңғол халқының ішінде өскендіктен. Ойлаушым бір кезде абайдан басқа қазақта ақын жоқ екен, неге олардың неменес бізге енді әкелген сол кітаптардың ішінде болмайды екен деп. Ол ойымның бәрі қазір жойылды.
мына қиын қыстау заманда қанша енді қиыншылық көрсек те біздің тек тілеп келгеніміз, аңсап келгеніміз осы ағалардың осы бір құрметі емес пе? Осы кісілерден өз тілімізде дәріс алу, ұрпағымызды өз тілінде тәрбиелеу, осы кісілердің рухыменен басымызды кеңейтсек, рухымызды кеңейтсек, ой өрісімізді, бізде одан артық бақыт жоқ. Осыны тілеп біз осы атамекенімізге келгенбіз. Қазір қанша қиыншылық көрсек те бәріне де мойымаймыз. Тек осындай тойға қатысып жүру біз үшін үлкен бақыт деп ойлаймын. Мінекей ең бірінші бүгінгі тойыңыз құтты болсын. Дәл осы қиын кезеңге қарамай халқыңыз, еліңіз сізді қан көтеріп бүгінгі тойыңыз тойлап жатыр. Дәл осы сәтте қандай сезімде тұрсыз? Той жасаған адам сезімі белгілі, қуанышты ғой бәне. Ал енді мен халқыма, жалпы халық деген сөз бар, халық бөлшектерден тұрады ғой. Соның бір бөлшегі осы Іле ауданы десек, Іле ауданының осында халқының келуі, қатысуы, осындай құрмет көрсетуі, солардың ішінде, еңбегінде, барлық жағдайында солармен бірге болғандығым ғой деп түсінемін. Мен 17-18 жылға кетіп барады, осы Іле ауданында мәдениет бөлімін басқарам. Мәдениет бөлімі деп аталғанымен, оның өмірі бұрынғы кешегі күнге дейін жаңағы жайлауда, малшылардың ішінде, егіншілердің ішінде, жалпы еңбекші халықтың ішінде болдым. Барлығына да тек өлеңдерімді оқып қана қоймай, әрбіреуіне жаңағы достық әзіл секілді әңгімелерін айтып отырдым, жазып бердім. Сол секілді шығар бүгінгі жаңағы әңгімелерінде барлық жалпы қарапайым халық өзін жаңағы өзіміздің ақынымыз деп жатыр, оларына рахмет. Ал менің енді 15 шақты жинағым шықты деді, бірақ ол ең көбі 4 баспа табақтан асқан емес. Ал өзімнің жазғанымнан жазғаным көпте, басылмағаны, жатқаны одан да көп. Дәл қазіргі осы бір күрделі кезеңде ақын қандай болу керек? Ақын баяғыдай жазғанын жүгіріп барып, баспаға шығарып, кітапқа шығару деген қалды қазір. Мына Абай мисалы ешбір гонорарды ойлаған жоқ, онды ойлаған жоқ, мұнды ойлаған жоқ. Бұл өзі бір жағы бұрынғы социализм кезінде кейінгі мынау өлеңнің өзі ақшаға айналды. Сондықтан ақындар көбейіп кетті. Былай айтқанда жақсы ақыны бар, орташа ақыны бар, орта қолдысы бар, әйтеуір өте көп болып кетті. Неге десеңіз, өлеңнің техникасын біліп алып, бірақ айтатын, жаңағы бір сезімді алатын, сондай бір онша әсер етпейтін ұйқасы бар. Ой жоқ. Ойды жоқ деуге де болмас, бірақ бір жер жетіспейді әйтеуір. Өлең солай ғой енді. Сондықтан кейде Абайдың өлеңдері өсіңгі ұйқасқа келмейді. Бұрынғы бір сөзбенен ұйқасады, бірақ ешқашанда оның ұйқасына қарамайды. Жаңағы ой, сезімі көп болғандықтан, соның өлеңін барлығы жақсы көреді. Міне сондықтан менің ойымша, ендігі жазатын ақындар ішіндегі өзінің дарыны, таланты өз-өзінен итермелеп, ешқандай кәсіпке айналмай, шын талантты, шын мағынасында ақын болады ғой деп ойлаймын. Осы әлпеш деген халыққа не тілеген бар едіңіз? Халық аман болсын. Осы бүгінгі менің байқағаным, менің оқушыларым бар, менің мектепте 13 жыл директор болдым ғой. Солар енді осы қызмет істеп жүргендер. Бұлар жаңағы поэзияның барлық жанрында, жаңағы әдебиеттің барлық жанрында білім алған жастар. Соның кейін өлеңді қадірлей білетін адамдар. Менің енді қорқатыным осы кейінгі жастар осы әдебиетке, кітапқа суып бара жатыр. Осы заманға байланысты. Сол ары қарай дамымай, ары қарай құлдырамай, қайтадан осы өзіміздің өнерімізге, өзіміздің әдебиетімізді жастар сүйіп, тыңдап өссе екен деген тілегім бар. Еңбегімен жерге көрер, алғысымен ерге көрер демекші ақын Нүсіпбек Исахметов
ел құрметіне бөленген белгілі ақын, үлкен жүректі азамат. Сөз жоқ, халық ақыны жыр әлемінің асқар биігінен көрініп, халқын, оқырманның қуанышқа бөле бермек. Олай болса, біз хабарымыздың соңында өлеңнің өлкесін шарлап, халқының еркесі болып жүре бер Нүсіпбек аға демекшіміз.